Қалада туып өскен қарапайым қыз едім. Әке-шешем қара жұмыс істейтін. Екеуі де таңнан кешке дейін сыртта, кейде тіпті түнгі сүмеңде қалады. Әкем тойхананың қарауылы, анам сол тойханада аспаз болып жұмыс істейді. Үйде тамақ пісіріп, дастархан жайылып жатқанын есімде сақтай алмаймын. Біз үнемі тойханадан келген тамақты жейміз. Шын мәнінде ондай жерден тамақ алып шығуға болмайды, бірақ менің анам ғана ала алады, өйткені ол бастықтың көңілдесі еді. Анам аққұба, мүсіні келісті, 3 бала туып үлгерсе де сымбаты бұзылмаған, көз тартар сұлу келіншек. Ал әкем анамнан 8 жас үлкен, қара торы, бойы аласа, тым момын жан. Ол анамды жан тәнімен сүйетін, бірақ бұл махаббаттың жауабы жоқ сияқты еді. Анам оны менсінбейтін, кейде тіпті көзге ілмей суық сөйлейтін. Ол кісімен бірге тұрып жатқаны да тек біз үшін секілді көрінетін. Балалық шағым сол үнсіздік пен ішке бүккен сырлар арасында өтті. Мен үйдің ортаншысы болдым. Ағам бар. Ол үнемі ауылда, ата-әжесінің қолында өскен соң біржола солардың баласы болып кеткендей. Ал мен кіші інім қалада, әке-шешеміздің қасында өстік. Бірақ жыл сайын 3 айлық жазғы демалыста ауылға барып тұрамыз. Сол кездер ғана өзімді еркін, жеңіл сезінетін. Бой жетіп есейе бастаған сайын мені ешкім бақыламады. Не істеп, қайда жүргенімде мән берген жан болмады. Жүрген ортамда дұрыс болмады. Темекі тартуды, пиво ішуді үйренген көше қызы болдым. Қалтамда үнемі ақша жүрді. Сұрасам, әкем тауып береді. Әкем біз үшін бәріне дайын еді, ал анам өз ақшасын өзінен арттырмайтын. Қымбат косметика, сәнді киім бәрі өзіне. Бірақ бәрібір пәтер жалдап тұрады. Сол парадокс маған бала кезден түсініксіз еді. Ең ауыры, мен өзімді байқамай анама ұқсап кеттім. Сыртқы сұлулықты бәрінен жоғары қойдым. Ақшаны үнемдеу, болашақты ойлау деген үшін мен үшін жат еді. Алма ағашынан алысқа түспейтіні рас. 16 жаста едім, әлі бала, бірақ өзімді ересекпін деп сезіне бастаған шағым. Қаланың қайнаған өмірі, үйдегі салқын қатынас бәрі мені сыртқа, көшеге, достарға, еркіндікке итермеледі. Араласып жүрген ортамда жүріп, өзімнен 3 жас үлкен бір жігітке өлердей ғашық болдым. Ол маған тіпті назар аудармады. Қанша тырыссам да күлкімді жасап, киімімді түзеп, жанынан табылып жүрсем де, ол үшін мен тек көрші үйдің қызы ғана болдым. Бір подъезде тұрдық, өзімізше бас қосатынбыз. Ішімдік, темекі бәрі ерсі көрінбейтін. Сол топпен жүргенде мені адам етіп көретіндей сезінетінмін. Бірақ сол сезім жалған екен. Сол жігіт қарамады деп өзіме өзім өшіктім. Қанша ұнатпасам да оның досымен жүрдім. Ол қыз құмар, жылт еткенді қалт жібермейтін жеңілтек біреу еді. Бірақ мен соған қолымды ұстатып тіпті қойнына кіріп кеттім. Сол сәттен бастап өз-өзіме деген жиіркеніш пайда болды. Айнаға қарағанда көзімді тайдырып әкететін болдым. Себебі мен енді бұрынғы қыз емес едім. Махаббатқа шөлдеп, назарға зәру болып жүріп, өзімді жоғалтып алғанымды тым кеш түсіндім. Осының бәрі әке-шешемнің қарамауынан, мүлде тәрбие бермегендіктен болды. 9 бітірген соң техникалық колледж оқыдым. Ол жерде өзім ұнатқан жігіттерімде болып жүрдім. Бірақ қызық емес еді. Маған үлкен еркектер ұнайды. Атағым да шыға бастады. Көп ұзамай колледжден қуылдым. Оқудан шығып кеткеніме көп болған жоқ. Анам ашулы, бетіме қарағысы келмейді. Босқа сандалып жүрме деді де ауылға қайтарып жіберді. Ауылда бәрі баяғыдай, тыныш, тып-тыныш. Ағаштар да, адамдар да, тіпті аспан да үнсіз сияқты. Күндердің бір күнінде дүкенге шықтым. Он мен шай алмақ болдым. Алып кетеді деп ұйықтасам түсіме кірмеген. Бірақ солай болды. Дүкеннің алдында бір көлік, ішінде 3 жігіт. Артқы есік ашық. Енді ғана кіріп бара жатыр едім. Арт жағымнан біреу иығымнан тартып көлікке итере салды. Шырылдап үлгермедім. Көлік ішінде отырған жігітке көзім түсті. Қара торы, көзі тұңғиық, қалың қасты, әдемі екен. Біртүрлі жүрегім шым ете қалды. Қорқыныс пен таңданыс аралас айғайласам да ешкім естімейтінін білдім.
Әлсіздік пе, әлде жүрегімнің түкпірінде оянған үміт пе, қарсыласпадым. Үйіне апарды, шешесі қарсы алды. Босағада отырып жыладым. Бірақ іштей. Бәрібір мені кім алар еді? Қалада жүргенде қанша жанға жақпадым. Мына жігіт болсаңа ештеңе айтпады. Тек үнсіз қарап отырды. Сол көзқарас бір жылулық бар сияқты. Солай көне салдым. Алғашқы түні бар шындықты айтамын деп оқталдым. Бірақ Алла маған көмектескендей ай сайынғы белгім келіп, не қыз емес екенімді күйеуім білмей қалды. Бірақ мені өліп-өшіп сүйді. Қолындағының бәрін берді. Мен тек сіңісе алмай жүрдім. Ауылдың өміріне үйренісудің өзі қиын еді. Солай жүргенде жүкті болдым. Егіз екен, қуанбадым. Арада жылдар өтті. Сол ауылдан үй салып жаттық. 2 бөлмесіне кіріп алдық. Қалғанына ақша жетіспей күйеуім 15 күнге вахтаға кетіп жүрді. 4 баламен үйде қалып жүрмін. Енем 4-еуін де бағып өсірді. Үлкендері 5-ші сынып оқитын. Қалған 2-еуі 5 жаста, 2 жаста еді. Күйеуім вахтаға кеткенде құтырып өзгенің құшағын іздедім. Іздегенге сұраған демекші, күйеуімнің жолдасы көлікпен келіп кетіп жүретін. Қалжыңдап сөйлесіп жүріп, кетер емес екенімді жеткіздім. Сонымен екеуміз тығылып кездесіп жүрдік. Қыс айы еді, дала өте суық, жел. Ауылда от жағатын едік. Жаңа үйдің ошағы ғой, алғашқы қысымыз. Ошақтың пеші дұрыс салынбапты, оны білмедік. От жаққанда жақсы жанып тұрған. Күйеуім тағы вахтаға кетті. Менің бір жерім қышып көңілдесіме хабарластым. Көлігімен жетіп келе қойды. Түнгі сағат 1-ден өте кездесетін едік. Ауыл сыртына барып көлікті селкілдетіп қайтатын әдетіміз. Сол күні көңілдесім. Ертерек қайтайық, бүгін мазам болмай тұр, ауырып тұрмын деді. Мен оған көнбедім. Көптен бері кездескеніміз осы, таңға дейін боламыз деп өзім болып өзім қойдым. Осылай уақыттың қалай өткенін білмей қалдым. Таңғы сағат 5 болып қалыпты. Үй жаққа жақындаған сайын қызыл аулалаған отты көріп есімнен тана жаздадым. Үйдің маңын алаулаған жалын жайлап алыпты. Көршілер қолында шелекдер мен күректерін алып жанталаса өртті сөндіруге ұмтылып жатыр. Дауыстары тау қозғалтатындай жаңғырып, көмек сұрап, жан ұшыра айғайлап жатты. Сол сәтте мен үйге қарай жылап жүгіріп келе жаттым. 2 аяғым жерге тимей, жүрегім аузымнан шығардай болды. Көршілердің бірі мені көріп таңырқай: «Әй, сен қайдан шықтың? Қалай жатырсың? Балаларың қайда?» деп үреймен сұрады. Мен көз жасымды тыя алмай, тіземді бүге отыра қалып: «Олар іште, балаларым іште қалды, құтқарыңдаршы, өтінем» деп зар жылап жерді жұдырықпен ұра бердім. Сол сәтте ас үй жақтан гүр еткен жарылыс болды. Газдың алапат жарылысы адамдарды жан-жаққа бытырата қуды. Өрт одан сайын күшейіп, қызыл жалын көкті шарпыды. Көршілердің айғайы мен менің зарлы үнім түнімен арпалысып кетті. Ақырында ақ үйдің орнында тек қара күл ғана қалды. Балаларым ізі де табылмады. Осы бір қаралы күннен кейін менің өмірім астан-кестен болды. Бірнеше жыл бойы өз-өзіме келе алмай жүрдім. Жаным жаралы күйде күн кештім. Балаларым да, жан тыныштығымды да жоғалттым. Жанымдағылардың бірі қалмады, күйеуім де. Сол күні менің басқа еркектің болғанымды біліп қойған ол ашуға булығып мені аямай сабады. Одан соң бір жола теріс айналды. Бір ғана сәттік қателік, бір ғана түн бүкіл өмірімді күлге айналдырды.